Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді ораман рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, бұл орамананды асқабақтан жасадым. Сіздер еттен жасасаңыздар болады, немесе араластырып жасасаңыздар да болады. Ең бірінші бізге қамырды илейтін ыдысымыздың ішіне тұздалған суымызды қосамыз, және де сұйық майымызды қосып, үстіне ұнды қосып жақсылап илейміз. Орамаға керекті нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Тұзды суымызға ұнымызды аз-аздан қосып илейміз. Иленген қамырымызды 20 минутқа демалдырып қоямыз, қақпағын жауып. Ал енді ораманың ішіндегі салмасын дайындаймыз. Асқабақтың ішіндегі дәнектерінен босатып, және де сыртындағы қабығын ашып, толығымен тазартамыз. Ашылған асқабақты 4 бұрыш қып майдалап тураймыз. Сонымен қатар бізге асқабақтан бөлек салмасына пияз да қажет. Менде 2 пияз, соны 4 бұрыш қылып майдалап тураймын. Пиязды турап болған соң асқабақ пен пиязды бір ыдысқа салып, үстіне қара бұрыш және де тұз, дәміне қарай сосын сұйық май құямыз. Дәмдеуіштердің бәрін салып болған соң біз салманы жақсылап араластырамыз. Ал енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жақсылап домалақ қылып жаямыз. Бірақ қамырды жайған кезде қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Ал енді жайылған қамырымыздың үстіне майымызды құйып, майды толық қамырдың үстіне жағып шығамыз. Қамырды ірі-ірі 4 бұрыш қып кесіп шығамыз. Кесілген қамырдың үстіне салмамыз салып, оны орап түйіп шығамыз. Ең бірінші қамырдың осылай 3 жерін бүктейсіздер, сосын толығымен орайсыздар. Блиныйды орағандай болып шығу керек. Ал домалақ қамырдың 4 бұрышын бір-біріне біріктіріп орасаңыздар болады. Ал енді орамаларымыздың бәрін майланған мантаваркаға салып 45 минут пісіріп шығамыз. Мінекей біздің орамамыз 45 минутта дайын болды. Дәмін көріңіздер, жасап көріңіздер. Балалардың сүйіп жейтін тағамдардың бірі. Ортасына мен сияқты аджика немесе қаймақ салып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған бірге Арайлым. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Бұны кейбір жерлерде сірне деп те атайды. Қуырдақты мен қой етінен жасадым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қуырдақты пісіру үшін мен осылай үш майды қолдандым. Мен тек қана осы үш майға ғана пісірем, және де ешқандай су қоспаймын. Егер де сіздерде үш май болмаса, онда сіздер кәдімгі сұйық майға пісіре беріңіздер.
Іш майды шамамен 10-15 минуттай қуырып аламыз. Сол кезде шыжғырып, іш майдың өзінің сұйық майы бөлінеді. Видеодағыдай іш майдан осылай сұйық май бөлініп шығады. Енді қуырылған іш майды біз сүзіп аламыз. Іш май болмаса, онда сіздер құйрық майға да пісіре берсеңіздер болады. Тура осылай шыжғырып пісіріп аласыздар. Сол кезде құйрықтың осындай сұйық майы еріп шығады. Енді біз қазанымызға қойдың қабырғаларын және де майдалап кесілген еттердің бәрін саламыз. Етті мен шамамен 30-40 минуттай пісіремін. Жалпы еттің пісуі малдың жасына байланысты. Неғұрлым жас болса, соғұрлым тез піседі. Соған мән беріңіздер. Біз етті орташа отта пісіреміз. Мінекей мен жарты сағаттан соң осылай етімді ашып қарадым. Буланып, әдемі болып пісіп жатыр. Енді бұған біз тұзымызды және де қара бұршымызды қосып, тағы пісіреміз. Барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де қоссаңыз болады. Ал енді етіміз піскенше 2 дана пиязымызды осы видеодағыдай кесіп турап аламыз. Пиязымызды турап болған соң енді қазанымызды ашып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне пиязымызды саламыз. Пиязды етімізге салып, оны жақсылап араластырып, 10 минуттай тағы пісіреміз. Ет пен пияз піскенше енді біз картоптарымызды 4 бұрыш қылып турап шығамыз. Картоптың көп болуы маңызды емес, бұл жерде менде 5 картоп. Сонымен қатар қуырдақты кейбір жерлерде картопсыз да пісіреді. Енді қазанымызға бүйректі салдым. Бұны мен 4 бұрыш қылып турадым. Сонымен қатар қазанға салмас бұрын бұны мен 2-ге бөліп суға салып қойғанмын 1 сағатқа. Сосын бірақ турап қазанға салып жатырмын. Бәрін жақсылап араластырасыздар. Көріп тұрғаныңыздай мен қуырдаққа ешқандай су қоспадым. Таза өзінің сөлінде пісіп жатыр. Бүйректі шамамен 10 минуттай пісіреміз. Сосын оның үстіне біз жүрек пен бауырды қосып саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Жалпы осы бүйрек, бауыр, жүрек барлығы тез піседі еттерден қарағанда. 10-15 минуттай крышкасын жауып пісіреміз. 10-15 минуттан кейін қазанымызды ашып, енді картоптарымызды саламыз. Картоптарды араластырудың қажеті жоқ, бетінде өзі ғана пісіп қалады. Картоп шамамен 10 минутта пісіп шығады, сол кезде біздің тамағымыз да дайын болады. Мінекей картопымыз 10 минутта пісіп шықты. Шанышқамен тексеріп шықсаңыздар болады, осылай видеодағыдай. Енді піскен қуырдағымызды тарелкаға саламыз. Видеода байқағаныңызда ешқандай сусыз, таза өзінің сөлінде пісіп шықты. Сонымен қатар картошкалары да ешқандай езілмей әдемі болып пісті. Қуырдақты осылай пиязбен және де көк шөптермен ұсынсаңыздар болады, дәміне ерекше дәм береді. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Және де комментарий бөліміне қандай тағамның рецебі керек, соны жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар.
Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді самсаның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл самсаның жасалу жолы өте оңай және де өте тойымды, дәмді болып шығады. Алдымен біз самсаға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет керек. Менде сиыр еті, сіздер тауық етінде қолдансаңыздар болады. Бірақ қызыл етпен, яғни сиыр етмен самсаның үстіне әсемдігі үшін осылай қойып қоямыз. Мінекей видеодағыдай осылай әсемдеп қоясыздар самсаның бетіне. Ал енді кішкентай бір қамырды қолыңызбен дөңгелектеп кесенің қақпағы сияқты жасап қоямыз. Сосын біз бір жұмыртқаны жарып, оны самсаның бетіне толықтай жағып шығамыз. Ары қарай әсемдігі үшін осылай кунжут дәнектерін себуге де болады. Сосын қызып тұрған духовкаларыңызға 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз самсаны. Піскен самсамыз осылай шығады, өте дәмді болып шығады, және де сіздер бұны жеген кезде өзінің сөліне пісіп, өзінің суы ағып тұрады. Өте қарапайым заттардан тұратын самса міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Бұл өте тойымды болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайлым. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.
Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді дымляманың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл дымляма өте ерекше, өйткені бұл духовкада дайындалады және банкіге салып пісіреміз. Ең бірінші біз етімізді тураймыз. Менде жылқы еті, сіздерде егер қой еті, сиыр еті немесе тауық етінде қолдансаңыздар болады. Мен етті орташа бөлікте кестім. Егер де сізде сүйекті ет болса, оны да қоса берсеңіздер болады. Кесілген етті бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Яғни сіз өзіңізге кез келген ұнайтын приправаларыңызды қоссаңыз болады. Мендегі приправалар олар зира және де смесь итальянских трав, тұз, қара бұрыш және де паприка. Қыздар, егер де сіздерде еттеріңіз тұздалған болса, онда тұзды қоспаңыздар. Тек қана өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды қосыңыздар. Етке дәмдеуіштерімізді қосқан соң, оны біз жақсылап араластырып, және де жарты сағатқа қалдырамыз. Бұл тағам дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Ары қарай біз көкөністерге кірісеміз. Менде болгар бұрышы, сіздерде осылай майдалап кессеңіздер болады, немесе ірі қылып кессеңіздер болады, өз қалауларыңызша. Егер де сіздерде болгар бұрышы болмаса, онда сіз үйде кез келген қандай көкөністер бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Мендегі көкөністер ол осы болгар бұрышы және де картоп, сәбіз, орам жапырақ, сонымен қатар пияз. Көкөністер тураған кезде өте қатты майдалап жібермеңіздер, ірі көлемде немесе орташа көлемде тураңыздар. Туралған көкөністердің бәрін бір ыдысқа саламыз, тек орам жапырақтан басқасын. Енді ыдыстағы көкөністердің үстіне дәмдеуіштерімізді қосып, оны жақсылап араластырамыз. Менде тұз және де кептірілген укроп және де кептірілген сарымсақ. Сосын азғантай сұйық май құйып, оны жақсылап араластырамыз. Енді жуылған таза банкілерімізге етімізді саламыз. Сіздерде егерде осындай 1 литрлік банкі болмаса, сіздер 2 литрлікте банкіні қолдана берсеңіздер болады. Етті толығымен банкіге салып жібермеңіздер. Біз бірінші етті, сосын көкөністі, сосын тағы етті саламыз, сосын үстіне тағы көкөністі саламыз. Бәрін нығыздап сала берсеңіздер болады осылай. Достар, бұл тағамға сіздер су қоспаңыздар. Бұл тағам өзінің сөліне пісіп, өте әдемі дәмді болып шығады. Мінекей көкөністерден кейін тағы етімізді саламыз, сосын тағы көкөністі салып, үстіне орам жапырақты қоямыз. Айтпақшы, орам жапырақтың алдында осылай сары майларыңызды салып қойыңыздар. Мінекей көкөністердің бетін осылай орам жапырақпен жауып, ал банкының бетін фольгамен жабыңыздар.
Дайын болған банкілеріңізді духовкаға 1 сағат 1,5 сағатқа 180 градусқа қойып қойыңыздар. Уайымдамаңыздар, банкілеріңіз сіздердің духовкада жарылып немесе сынып қалмайды. Мінекей мен банкілерім духовкада өз сөлінде әдемі болып пісіп жатыр. Мен 180 градуста 1,5 сағаттай пісірдім. Піскен дәміміз осылай шығады. Енді біз бұны тарелкаға салып көрейік. Мен 2-1 литрлік банканы салдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай көкөністер езілмеген, еттеріміз балғын болып піседі. Үстіне кез келген ас көкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде кинза. Бұл жерде мен сіздерге еттің кесілуін көрсетіп жатырмын, және де жеген кезде ол өте балғын, жұмсақ, шайнауды де қажет етпейді. Дымлама өте дәмді болып шықты, және де бұл көріп тұрғаныңыздай тағамға ешқандай су қоспасақ та еттің өзінің сөлі бөлініп, өте керемет болып шықты. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір, таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар, себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайылуы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольцақ ретінде тураймыз, және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрөлге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Міне мен мұнда сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз.
Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады немесе домалақты төртке бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы. Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар. Жаппасаңыздар, ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады. Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құрт пен айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдемі болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді картофельный запеканканы рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, тез дайындалады. Және де бұл жерде тауық етімен жасадым. Тауық еті де қатты болып шықпайды, жеген кезде балғын болып шығады. Бұл картопты запеканкаға ең бірінші біз картопымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Менде 2-3 дана картоп. Ары қарай духовкаға арналған формамызға біз майымызды құямыз. Менде бұл форма чугунный сковородка, оны духовкаға сала беруге болады. Майды жан-жағына осылай жағып шығамыз, тамағымыз астына жабысып қалмау үшін. Теркадан өткізген картопымызды осының ішіне саламыз.
Ал енді жуылған таза тауық етімізді алып, оны соломка қылып ұзын-ұзыннан кесеміз. Алдында айтқандай, бұл тағамның жасалу жолы оңай, және де ішіндегі құрамындағы заттардың бәрі қарапайым заттардан тұрады. Етті турап болған соң, оны картоптың үстіне саламыз. Ал енді запеканканың үстіне біз соусты дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Сосын бізге қара бұрыш, тұз және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. 2 дана бізге сарымсақ керек. Оны осылай пресстен өткізсеңіздер болады, немесе турап тастасаңыздар да болады. Оның үстіне тағы да біз қаймақты қосамыз. Сосын жақсылап бәрін араластырамыз. Менде бұл жерде 20% қаймақ, сіздер бұның орнына 10-15% де қаймақтарды қолдана берсеңіздер болады. Жалпы нақты өлшемдер описание бөлімінде тұрады. Соусымыздың барлығын жақсылап бір келекті қылып араластыру керек. Сосын оның үстіне теркадан сырды өткіземіз. Оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты біз запеканканың үстіне бір келекті қылып құйып шығамыз. Сосын оның үстіне 1 стакан жылы суды құйсаңыздар болады. Помидорды домалақ қылып тураймыз да, оны запеканканың үстіне осылай қойып шығасыздар. Бәрін дайындап болған соң, бетін фольгамен жауып, духовкаға 40 минутқа қойыңыздар. Міне мен 40 минуттан кейін запеканканы духовкадан алдым. Үстіне өткіштен өткізілген сырды бір келекті қылып жайып, оны тағы да 10 минутқа духовкаға салдым. Әрине, бұл уақытта сіздер фольгамен бетін жаппайсыздар, ашық қалдырасыздар. Сонымен қатар сіздер өз духовкаларыңызға қарай бейімделіңіздер. Мінекей 10 минуттан кейін духовкадан запеканкамызды алдық. Үстіндегі сырлар еріп шықты. Және де орысша айтқан кезде бұл запеканка өте сочный болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге неміс халқының штрудели деген тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Достар, бұл тағамды апталық тағам мәзіріне қоссаңыздар болады. Себебі бұл тағам өте дәмді және де жасалу жолы да өте қарапайым. Үйде міндетті түрде жасап көріңіз.
әдемі болып жайылып шығады. Қамырды әдемілеп жұқа қылып жайып болған соң біз қамырдың үстіне сұйық май құйып
Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді және де тез дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Бұл бауырсақтар ашытқысыз және де 10 минуттың ішінде пісіп шығады. Көріп тұрғаныңыздай бауырсақ үлпілдек және де іші толықтай пісті. Бұл бауырсақты асығыс қонақтар келіп жатқан кезде тез арада пісіруге арналған бауырсақтардың бірі. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер, және де Instagram парақшаныма да тіркеліп алыңыздар. Ең басты құрамына қажетті заттардың бірі бұл бізде айран. Айран менде 2,5% айран. Бұны біз микроволновкада жылытып аламыз. Айранның үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз және де оның бәрін жақсылап араластырамыз. Сол кезде сіздерде осындай айран көтеріліп, кішкене көпіріктер пайда болады. Сосын біз 1 жұмыртқа қосамыз және де 1 шай қасық тұз қосамыз. Сонымен қатар қантыңызды да қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, сосын үстіне азғантай сұйық май қосасыздар. Құрамына қажетті заттардың бәрі описание бөлімінде жазып қоямын. Сұйық майды қосып болған соң, енді біз үстіне ұнды аз-аздан қосып, араластырып, нанымызды илейміз. Видеода көрсетілгендей міндетті түрде жасаңыздар, сол кезде сіздерде дәмді бауырсақтар шығады. Сонымен қатар достар, егер де қандай да бір тағамның рецебті керек болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жазыңыздар, мен оны жасап көремін. Достар, қамырды барынша венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын егер де венчиктің күші жетпей жатса, сосын қолмен илейміз. Бауырсақтың қамыры осы видеодағыдай шығады, аздап қолға жабысады. Бұны біз 10 минутқа демалдырып қоямыз. Кішкене бауырсақтың қамыры көтеріліп, үлпілдек болады. Сол кезде қамырымызды алып жаямыз. Мінекей мына видеода менің қамырым 10 минут демалды. Енді бұл қамырды алып оқтай. Көмегімен 4 бұрыш қылып кесе беріңіздер. Енді қызып тұрған майымызға бауырсағымызды салып, барлығын бір келікті қылып пісіріп аламыз. Араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Мінекей менің бауырсақтарым пісіп те қалды. Қыздарып болған соң оны біз табамыздан аламыз. Бауырсақтар осындай видеодағыдай болып шығады. Үлпілдек және жұп-жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Тез арада қонаққа жасауға арналған бауырсақтардың бірі. Достар, міндетті түрде оп-оңай бауырсақты жасап көріңіздер. Сонымен қатар каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар. Сәлем достар.
Осылайша барлық самсаларды жасайсыздар. Мен бұл видеода тағы да сіздерге көрсетемін. Түйілу жолын асықпай, Yani bizim vlogger. Süremiz var biz. Şunu mu ben? Kamera. Bakın.